құтты болсын ағайын. Жырланатын, келмегендер қызықтан, құр қалатын тамаша бір той басталды. Қызымыздың өмірі кәмпиттей тәтті болсын деген ниетпенен той иелерінің атынан шашудан қабыл алыңыздар. Дәл осындай той сіздің үйде де жоғысты болсын десеңіздер, шашудан жинай отырыңыздар. Олай болса тойшыл қауым, біз қарайық бағым әрі құтым деп, жетпегенін жіберейік бүтін деп. Жаңа елге, жаңа күйеу баланың тұрған шығар, жүрегі де лүпілдеп. Әлемге той деп бүгін жар саламыз. Сонау шуылдақ елінен келген нүркен күйеу балаларыңызды қошеметпен қарсы аламыз. Күйеу келе жатыр ағайын. Күйеу деген атқа жеттім бүгін жамылып, өмірлік жар болар аққуымды сағынып. Бүгін міне халайық, үш жұртымның бірісің, келіп тұрам еліңе қуанышта табылып. Текті елден қыз алсам жүрегіммен мақтанам, келіп не қонғандай бақытпенен бақмаған. Қолды қойып кеудеме сәлем бердім ағайын, қабылдасаң ұлыңдай күйеу бол жарайын. Бәрекелді. Алдарыңызға шығып, сескенбей амандасып тұрған біздің Нүркен жанға қошеметтеріңіз осы ма? Қарап тұрғанда күйеу балаларыңыз құр қол келмеген, өзінің болашақ енесі Меруерт ханымға деген бір шоқ гүлі бар екен, табыстауыңызға рұқсат. Танисыз ба ол кісіні? Танисыз ба деймін? Қайда ол кісі? Ай, бәрекелді. Қошемет құрметтеріңіз. Бәрекелді. Қарап тұрғандай, күйеу баламыз ауылымызға тұз емес қыз сұрап келіп отыр, я? Олай болса, сыңнан сүрінбей өтсең Нүркен жан. Біз ойланып қаламыз. Егер сүрінбей өтсең, қызымызды көрсетеміз. Мүлт етіп қалсаң, біз де ойланып қаламыз дегендей, дайынсың ба? Бәрекелді. Олай болса, қайынатаңызға күйеу бала емес, сүйеу бала болам деген ниетпенен бір қадам жасаңыз, ал барша халық сіздің әрбір басқан қадамыңыз құтты болсын, берекелі болсын деп қол соғып, қошеметтеп отырыңыздар. Бәрекелді. Жаңа ғана гүл шоғын сыйлаған қайненеңіздің ең жақсы көретін күйеу баласы болам деген ниетпенен бір қадам жасаңыз. Сізді көргенде уық мойындарын созып, елең етіп отырған бажалармен, Нүркен жан, тыңдап тұрсың ба? Бажалармен деймін, мінезі жарасқан бажа болам деген ниетпенен бір қадам аттаңыз. Бажалары естілмейді ғой. Осы ауылда бажаларың бар ма? Сіз ба бажасы?
Неге бар дейсіз онда? Қайда бажалары? Міне, қошемет көрсетпейсіз ба бажаңызға? Бәрекелді. Осы әулеттің абыройын асқақтатып жүрген алтындай жеңгелердің тіл алғыш күйеу баласы болам деген ниетпенен аттай ғой. Жеңгелер, ал қошеметтеріңіз көрсетіңіздерші. Бәрекелді. Осы ауылдың балдай тәтті балдыздарыңызға деген бір қадамыңыз аттаңыз. Ал балдыздар, қошеметтеріңіз аямаңыздар. Бәрекелді. Жарыңыз салтанаттың маңдайына біткен жұлдызы болам деген ниетпенен тағы да бір қадам аттаңыз. Бәрекелді. Осы әулеттің пайғамбардай сонау төріне шығарар, сыйлы да құрметті күйеу баласы болам деген ниетпенен нық бір қадам жасаңыз. Бәрекелді. Қарап тұрғанда күйеу баларыңыз 7 рет қадам жасап, 7 рет ант беріп қойғанын өзі де байқамай қалды. Олай болса, Нүркенге деген қошеметтеріңіз болсын. Ал Нүркен, бірінші сыңнан сүрінбей өттің. Өттің ғой, я? Мойындайсың ба? Бәрекелді. Өтіпті ғой енді бірінші сыңнан. Өтсе не істейміз енді? Қошемет көрсетпейміз ба? Біз өзі қазақ халқы салт дәстүрге өте бай халықпыз. Соның бірі қалта қарау рәсімі бар. Біздің Нүркеннің қалтасы қызымызды көтере ме екен жоқ па екен? Ортаға осы ауылдың сұлу да сымбатты жеңгелері, яғни салтанаттың жеңгелері суырылып шығып, күйеу баланың қалтасын қарасын. Қайдасыздар жеңгелер? Били жеңгем, ортаға кел бермен, қайдаларың өзіңмен билеуге келген. Били жеңгем, ортаға кел бермен, қайдаларың өзіңмен билеуге келген. Ал жеңгелер, көңілдеріңіз тоқ па? Салтанат қызымызды көрсетеміз ба жоқ па? Иә, көрсетеміз. Көрсетесіз ғой, ананың бәрін алып алғаннан кейін. Үлкен рахмет, жеңгелерге қошемет көрсетіп қойыңыздар. Не болды? Тағы бір демет әметіп тұрсыздар ма? Болды ғой, қошемет көрсеттік, үлкен рахмет. Ал ендеше тойшыл қауым, ізетті қыз із көрсетпей кетпеген. Дұрыс болмас, ел алдынан өтпеген. Алдарыңызға шыққанда сызылып, бүйрек тұрар үзіліп деп, бүгінгі тойдың сәні, көркі, ерке қызымыз салтанат келе жатыр. Олай болса, қошеметпен салтанат қызымызды қарсы алайық. Арулар мұң бұралып билегенде, дүйім жұрт шат көңілді күйгене ме? Той көркі, қызықшылық көрінісі, қуаныштан не жетер билегенге? Әуелеткен әсем сазы әніңізге, той шығысты болсын деп бәріңізге, сұлулар буындары сан иеліп, әкелсін осы тойдың сәнін сізге. Барады ауылым көшіп қызыл жарға, таң атар шолпан туып сызылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Осы әнге қоңырлатып сала бере, көңілім сені ойлап бұзылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Қолғандай жерік майда жалай, бар мекен бізде ынтызар ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай.
жалай, бар мекен бізде ынтызара. Бәрекелді. Қол ұстасқан қос ғашыққа ағайынның атынан тағы да бір қошемет болсын. Ей адамдар не десе де о десін, бике жандар ата берсін жебесін. Ал ендеше ардақты ағайын, екі жастың істеген істері де ақ, жолдары да ақ болсын деген ақ көңіл ақ ниетпен жастарға ақ тағамнан ауыз тигізуге рұқсат етіңіздер. Не болды? Шөлдеп қалдың ба? Бәрекелді. Осындай дүйім жұртты жинап, дүбірлетіп, той жасатып жатқан сезім құрғыр емес пе? Ендеше екі жастың сезімі мынау балдай тәтті болсын деген ниетпенен балдан ауыз тигізейін. Бәрекелді. Олай болса ардақты ағайын жастар бақытты болсын деп, барша халықтың қошеметімен жастарды той төріне шығарып саламыз. Той тойға алассын ағайын.